Сәлем құрметтілерім, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Қазіргі кезде барлық адамдардың, былайша айтқанда қазір ақыреттік кезең деп айтады ғой. Барлық адамдардың бүкіл жиын-терін, міне жылдың, айдың ақыр болып қалды, жылдың енді жаңа жыл келе жатыр. Осы жиын-теріндердің барлығы қазір жеделдеп болып жатыр. Адамдардың барлығында әртүрлі басынан әртүрлі нәрселер өтіп жатыр, бірақ адамдардың көпшілігі әлі түсінбей жатыр. Не болды маған, не болып қалды, неге ауыра берем, неге бүйте берем, неге менде осындай болып кетті, қарызға неге бата берем деген сияқты сұрақтар өте көп. Жан-жақта әзір тренингтер де көп болып кетті. Сені қарыздан құтқарам дейтін сөрелер де көп болып кетті, техникалар да көбейіп кетті. Сол себепті адамдар біресе анаған барады, біресе мынаған барады, шынымен де шаршады. Себебі бірінші мәселе ол өзінен өзі қашып, біреу мені құтқарама деген неменен жүреді адамдар. Қазір қарайтын болсаңыз, сізді ешкім құтқармайды, оның барлығы сіздің ішіңізде. Мына жерде бір жазба бар, сіз назар аударып тыңдап көрсеңіз болады. Мысалы, дін бойынша барлық адамдар қайта тіріледі. Амал дәптерлері ашылады. Әркім өзі ісі үшін есеп береді. Дәл қазіргі кез сол кезге келдіңіздер. Сол дінде, Құранда айтылған барлығы осы қазір келіп қойды. Көздеріңізді ашыңыздар. Қазір келді, басталып кетті уже баяғыда. Енді жақсыларға ұжмақ дінде айтады ғой. Ол жанат деп аталады. Жамандарға тозақ, ол жаханам деп аталады. Түсіндірмесі былай. Энергетикалық тұрғыдан қарағанда 2012 жылдан бастап жердің вибрациясы жоғарылай бастады. 2012 жылды сіздер білесіздер, көп адамдар ақыр заман болды деп. Қандай болып кетті сол кезде адамдар әртүрлі көріпкелдер әртүрлі нәрсе айтты. Адамдардың өмірінде де 2012 жылдан бастап неше түрлі сынақтар бастала бастады. Барлық нәрсе ақырын жайлап бетіне шыға бастады. Өйткені жердің вибрациясы көтерілді. Бұл кезде екі әлем де тірілер мен рухтар әлемі. Былайша айтқанда, бұл кезде екі әлем, тірілер мен рухтар әлемі, яғни материалдық әлем менен нәзік әлем бір-біріне жақындай түсті. Есікті жабасашы, Адина. Сол себепті өткен өмірлердің энергиясы мен шешілмеген тәжірибелерді қазіргі адамдардың өміріне әсер ете бастады. Өткен өмірдегі сіздің тәжірибелеріңіз, опыттарыңыз, соның энергиясы шешілмеген болса, бітпеген сабақтар болса, барлығын қазір сол өмірлер қазіргі өміріңізге әсер ете бастады, былайша айтқанда. Қазір адамзат үлкен рухани есеп кезеңінде тұр. Әркім өз әрекетінің, ойының, таңдауының салдарын сезіп, кармасын жауып жатыр. Қазір қарасаңыздар сондай ғой. Бәрі өзі түсіне бастады, бәрі өз кармасын мойындай бастады. Оны жауып жатыр. Әркім өзінің өткен опытына байланысты, алдыңғы өмірлерде көрген тәжірибесіне байланысты, осы өміріне байланысты өмірлерін өздерінің жазған сценариясына байланысты барлығы болып жатыр. Кармасын жауып өтеп, енді барлығын бүкіл өткеннен қалған қалдықтарды, мұсырларды барлығын тазалап, артын, қоқыстарын бәрін тазалап, шыт жаңа бәрін тапсырып беріп, ескіні. Енді жаңаға өтіп жатыр ғой, былайша айтқанда. Оның бәрі жабылу керек та, жабылмаған гештаттар деп айтады. Сол сияқты сенде жабылатын нәрсенің бәрі жабылу керек. Барлығын өзің өтейсің. Кім ішкі шындықтан оянып, жүрек арқылы өмір сүруді таңдайды. Солар бесті деп аталатын жоғары өлшемге, яғни ұжымақ санасына өтеді. Ал кім өзгеруден қорқып, ескі ойлаумен ауыр энергияларда қалып қояды, солар өз ішіндегі тозақты бастан кешіреді. Себебі ұжымақ та, тозақ та сыртқы емес. Ол жерді жақсы тыңдаңыздар, сыртқы емес. Адамның ішкі күйі.
сіздің состояниеңіз, күйіңіз, ішкі тепе-теңдігіңіз, ішкі күйіңіз. Ұжымақ жүректегі жарық, ал тозақ ішкі қараңғылық. Қайсысын таңдасаң, сол әлемде өмір сүресің. Енді бұл жерде сіздер ойлай беріңіздер. Қазір адамдар ұжымақ тозақты сен өмірден өткеннен кейін ұжымаққа барасың, тозаққа барасың, ол жақтың өзінің сұрауы бар деген сияқты айтады. Әрине сен бұл өмірде де дұрыс нәрсе істемесең өзіңнің өлшемдеріңе кетесің деп айтып жатады. Бірақ қазіргі кездегі сіздің осының барлығын түсінуге сіздің санаңыз есею керек, сіздің есейгеніңіз есею. Жүрегіңіз ашық болу керек, барлық нәрсеге. Мысалы, сіз қазір қарсыласпауыңыз керек қой. Анағанда болмайды, мынау болмайды, анау жаман, анау жақсы деп бөліп, адамдарды ашуыздайды етіп, ешкім жан-жағыңды кінәлап, не қылса, ол сенің ішкі өзіңнің таңдау еркің. Қазір қарайтын болсаңыз, кармаға қайтадан батам десеңіз, өзіңіз. Ал сіз көлеңкелі тұсыңызды ішіңіздегі оны қабылдап, маған осы уақытқа дейін жұмыс жасады, қызмет атқарды, рахмет, мен барлығын босатам, мен жаңа дәуірге өткім келеді, оянғым келеді деген таңдау жасап, жарыққа қарай жүрсеңіз, барлығын елдің мен шаруаңыз болмай, өзіңізбен өзіңіз айланыссаңыз, ішкі күйіңізді тыңдап, жүрегіңізді тыңдап, не дейді, сіз не айтқыңыз келеді деп өзіңнен сұрап, өзіңді тыңдасаң, жүректің қалауын, жүректі тыңдау керек та, миды, нәпсіні емес, жүрегіңізді. Нәпсі айта береді сен. Анау болмайды, сені қорқытады, кінәлайды, біреуден көргізеді. Сонда енді өзіңді, жүрегіңді тыңдап, жүрегіңнің тыныштығында өзің өмір сүрсең, онда сенде әрине сен ұжымақта өмір сүресің. Сенің қалағаның болады.